Негізі қыздар демалып жатыр, бірақ апасы келіп, апасына қалдырып, біз спокойно магазин, біраз шаруаларымызды бітіріп алайық деп қалаға шықтық. Қаладамыз ғой, жалпы айтып жатқаным ғой. Сол ертең бір күшті күн болайын деп тұр. Кім табады, давайте 5000 теңге беріп жіберейін сол бір адамға. Ертең қандай күн, не күн? Негізі бұл магазинге келіп жүргенімізге өтірік айтпай қояйын, 5 жылдың жүзі болды ғой. Жалғыз біз емес енді, бірақ қараңыздаршы, ішінің үлкендігін сөзбен айтып жеткізе алмаймын. Бұл үлкендігі деп неге айтып жатырмын, өйткені бұл жақта выбор өте көп. Қараңыздаршы, қандай әдемі косметикалар, барлығы оригинал дедім ғой, мен таңдап таңдап болдым. Мен неге оригинал деп айттым, қыздар, мына жақта қарасаңыздар, барлығы Киканікі табасыздар, жақта Меланинікі да, Estee Lauder, бағалары прям басқа жақтан қарағанда қолжетімдірек, дәл осы тонналкалар. Нұреке, ертең қандай күн екенін ешкім таба алмай жатыр. 1040 адам жазып тастапсыздар, бірақ ешкім таба алмай жатыр. Мүмкін ұзатылған күнің, мүмкін Нұрекенің туған күні дейді, танысқан күндерің, үйленген күндерің. Короче, вариант көп, бірақ ешкім таба алмайтын сияқты әлі де. Жарайды, енді көрейік, тапқандарыңыз шықса көріңіздер, таппағандарыңыз уақытында көрейік, енді кім табады, соған общем сыйлық дайын ғой менде. Ертең мен уақыт бар. Ертең қандай күн екенін ешкім таба алмай жатыр. Бір-екі адам тапқан сияқтымыз, енді дайрект толып қалды. Мен 1-2 сағаттан кейін айтатын боламын қандай күн екенін. Жалпы, тапқан адамдарға енді дайректті мен оншақты сол проблемамен айыға алмай жүрген жандар болса, міндетті түрде сіздерге кеңес беремін саумалды ішуге. Ас қорыту айта өтейін. Саумал 40 түрлі ауруға ем. Мына қызға бір новый горшок алып беру керек болды, Айоканікіне отырмай. Айока жоқ кезде өсіп отырып аламыз. А то Айока деген жылы болады, Жуним менің. Привет, Нұрай. Привет, Нұрайка. Ой, Саня. Твай. Мына алдақшы мені алдап магазинге шығарды депші. Сөйтсем, ана жақта анандай дайындық болады екен ғой. Құдай-ай. Шүкір Алла. Депші. Басқа деген аяқта сандали. Тұрайын, Мені туған күнмен құттықтап келген жандар, Дәулет аға, Эля, қыз жұғысты болсын. Розы шартыстауын. Кендір патида тұрған сияқтыңыз. Нұртас қашан үйленеді екен? Басы бос қыздар деп айту уже ят бізгеше. Семейный достар болып араласайын десек, басы бос әлі. Сол, бұл да шарыста бапты. Қосылайық өткіземіз примерно депше. Басы бос әлі басы бос. Қыз бар ма? Бар? Ой, нан сторисін көріп қалама деп есін шығып айтып жатыр ма? Негізі басы бос. Нұрлыбек, біздің Рабаштың жігіті, күйеуі. Бұл кісі маған күйеу бала, плюс, не деп айтатын еді? Не дейді? Мына туған күннен құттықтап үйге кіріп бара жатырмыз. Вау, қандай күшті шарлар. Қыздарға жақсы болатын шарлар. Өшім сол туған